Сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да, игнор жасасаңыз да, біздің айналамыздың барлығы цифрға айналуда. Криптовалюта дегеніміз не? Криптовалюта бұл жаңа термин сөз. Біз бұл сөзді соңғы уақытта телевизордан, интернеттен, инстаграм, тіпті қасымыздағы танысымыздан да өте көп естіп жүрміз. Өзіміздің күнделікті қолданып жүрген валютадан доллар, теңге, евро, рубльдан қандай айырмашылығы бар? Бүгін сіздің осы сұрағыңызға жауап беріп көремін. Сонымен қоса, осы крипто ақшаға байланысты біршама сұрақтарды да қарастырып өтетін боламын. Менің есімім Мейірман Ади, менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Биткоин, майнинг, блокчейн. Бұл біздің сөздік лексикамызда соңғы уақытта пайда болған жаңа термин сөз. Менің ойымша бұл сөздерді жаңа сөз деп қабылдау артықшылық, себебі кез келген адам қазіргі уақытта криптовалютаның не екенін біледі. Биткоин 31 октябрь 2008 жылы белгісіз адам, көп адамдардың айтуы бойынша Сатоши Накамото P2P электронды ақшасын жарыққа шығарды. Мүмкін бұл бір топ программистер болуы да мүмкін. Ең танымал бірінші орында тұрған биткоиннің туылған күні 31 октябрь болып жарияланды. Биткоин екі түрлі ағылшын сөзінен құралған. Бит – тең дәрежелі төлем жүйесі. Коин – бұл монета немесе қазақ тілінде тиын деген мағынаны білдіреді. Бұл нарыққа осыдан 3 жыл бұрын келген кезінде мен де бұл сфераны мүлдем түсінбедім. Себебі интернетте ақпараттар тек ағылшын, орыс тілінде ғана болды. Оны зерттеп қарастыра келе 7-8 айдың ішінде әрең түсініп шықтым. Көп адамдар бұл жаңа индустрияны қарапайым тілмен түсіндіріп бере алмайды. Сондықтан да бұл сфераны зерттеп 3 жылдық тәжірибемен мен сіздерге қазақтың қарапайым тілмен жеткізетін боламын. Біз Қазақстанда өмір сүріп жатқандықтан өзіміздің ұлттық валютаны, теңгені күнделікті өмірде қолданамыз. Ал егер шетелге шығатын болсақшы, әрине олай болатын болса, өзіміздің валютамызды бара жатқан еліміздің сол валютасына немесе кемінде долларға айырбастаймыз. Егер сіз қалыпты өміріңізде бұл іс-әрекеттерді жасап көрмеген болсаңыз да, сіз доллардың немесе евроның қалай көрінетіндігін түсінесіз. Өйткені интернеттен басқа жерден көрген боласыздар. Ал биткоинше, биткоин мүлдем басқаша, себебі оны біз қолмен ұстап көре алмаймыз. Бұл жай ғана сандар. Бұл виртуалды валюта тек интернетте ғана жұмыс жасайтын цифрлық запись. Физикалық аналогы жоқ, орталықтандырылмаған жүйе. Ал енді орталықтандырылмаған деген сөздің мәні неде? Бізге түсінікті валюталар, доллар, евро, тағы да басқа фиаттық ақшалардың барлығы орталықтандырылған бір жүйемен жұмыс жасайды. Яғни банктер, мемлекет, белгілі бір мекеме осы валюталарды басқарады. Криптовалютаны ешкім басқара алмайды. Осы жерде ерекше тоқталғым келіп тұр қауіпсіздік жайында. Егер сіз криптовалютаны сатып алған болсаңыз, немесе бір кошелек ашқан болсаңыз, онда 12 сөзіңізді ұмытпаңыз. Бұл қауіпсіздік үшін. Алдағы уақытта бұл тақырыпқа тағы да тоқталатын боламын. Егер сіз өзіңіздің криптовалюта сақтап отқан кошелегіңіздің 12 сөзін ұмытатын болсаңыздар, онда бұл ақшаларды ұмыта берсеңіздер болады. Себебі оны ешкім орнына қоя алмайды. Бір қарағанда өте қорқынышты болып көрінуі мүмкін, бірақ қауіпсіздік үшін бұл өте керемет. Себебі бұл кошелек сізге ғана қолжетімді. Сіздің валютаңызды ешкім ұрлай алмайды, тіпті мемлекет. Криптовалюта дегеніміз қысқадан нұсқа жаңа мен айтып өткендей кодтар, математикалық ақпараттар, сандардан құрастырылған алгоритм, технология. Тағы бір өте маңызды нәрсе бар. Жаңағы жай ғана сандар, цифрлар неге құнды? Неге оның бағасы тұрақсыз? Неге ол көтеріліп түсіп отырады? Мысал ретінде алтынды алайық. Алтын ол жай ғана металл. Жай ғана оны адамдар қымбат деп бағалағаны үшін ғана ол қымбат. Неге алтын қымбат? Себебі оның саны шектеулі. Яғни бұл сарқылатын ресурсқа жатады. Ол металлға қол жеткізу қиын. Энергия, жұмыстар, шығын, тазалау керек, өңдеу керек болады. Сонымен қоса, әрине ол жылтыр, әдемі көрінеді. Енді сұрақ, биткоин неге құнды? Себебі биткоинның да құны шектеулі. Бүкіл әлемде тек қана 21 миллион ғана биткоин бар. Ол одан көп болу да мүмкін емес.
жаңа биткойнның түрлері де пайда болуы мүмкін емес. Бір биткойнның бағасы қазіргі таңда $60,000 тұрады. Осыдан 1 жыл бұрын оның құны $10,000 болатын, ал 2 жыл бұрын $3,000. Тіпті бұл биткойн ең бірінші шыққан кезде жай ғана цент болатын. Көп адамдар ойлауы мүмкін, биткойн сатып алу үшін маған $60,000 керек деп. Жоқ, олай емес. Биткойнды бөлшектеп, яғни сатошилармен алсаңыз болады. Өзіңіздің алайын деп жатқан сумаңызға байланысты белгілі бір мөлшерде биткойн алсаңыз болады. Және де оны ары қарай сақтап, өскен кезде сатуға да болады. Осы жерде сіздің ойыңызда үлкен сұрақ пайда болды. Неге ол сонша қымбаттап жатыр? Сұраныс және ұсыныс. Бұл жерде жай ғана нарықтың заңдылығы жұмыс жасап жатыр. Егер сұраныс болатын болса, ұсыныс бар. Бағасы қымбаттайды. Жеке менің ойым және сенімім, болашақта биткойнның құны $1 миллион дейін көтеріледі. Бұл жай ғана менің ойым. Кезінде мен $100,000 болады дегенге сенбеген едім, ал қазіргі уақытта оған сәл ғана қалды. Бірақ оның барлығы уақыттың еншісінде. Криптовалютадағы барлық төлем жүйесі, процесс, транзакция қалай жүреді? Тағы да фиатты ақшамен салыстырудан бастаймын. Қолыңыздағы ақшаны бір жерге жіберу үшін банкке барасыз. Күтесіз, құжаттар дайындаймыз. Егер тіпті шетелге жіберетін болсақ, комиссия төлейсіз. Уақыт кетеді. Ал криптовалютаны 5 минуттың ішінде Қазақстаннан басқа кез келген елге ешқандай қиындықсыз жіберуге болатындай мүмкіндігіңіз бар. Техникалық тұрғыда бұл процесс қалай іске асады? Тағы да бір сізге бөтен ұғым блокчейн. Блокчейн дегеніміз не? Блокчейн дегеніміз жай ғана блоктардан құрастырылған цепочка, яғни тізбек. Блоктар дегеніміз осы компьютерлер. Нақтырақ айтатын болсақ, компьютердің видео картасы. Компьютердің күші, мощность деп айтамыз. Жүздеген, мыңдаған компьютерларды тізбектейтін болса, және солар арқылы белгілі бір кодтарды жүргізетін болсақ, сол блокчейн. Бұл жердегі барлық процестер интернет желісі арқылы өтеді. Осы жерде мысалмен түсіндірейін. Көз алдыңызға елестетіңіз. Мысал ретінде сіз өзіңіздің бір биткойныңызды басқа бір кісіге жіберу керексіз. Ол сіздің кошелегіңізде тұрған кезде сіздің көзіңізге жай ғана сандар болып көрінеді. Бір биткойн жай ғана сан, бірақ оның артында өте үлкен кодтар бар. Осы бір биткойнды сіз досыңызға жіберу үшін ол кісінің электронды адресін аласыз. Бұл дегеніміз, яғни кошелектің адресі. Осы кошелекқа сіз жай ғана телефоныңыз арқылы осы биткойнды жібере аласыз. Бұл жердегі орын алып жатқан транзакция мыңдаған компьютерлердің блогынан өтеді. Мысал ретінде бұл ақпарат бірінші блокқа келді. Бірінші блок бұл ақпараттың барлығын тексереді. Одан кейін галочка қояды. Одан кейін екінші блокқа келеді. Бұл блокта тексеріп болған соң, ол да галочка қояды. Дәл осылай барлық блоктардан өткеннен кейін менің бір биткойным досымның кошелегіне келіп түседі. Осы кезде қалай ешкімді алдай алмайды. Өйткені бұл жерде барлық жер бетіндегі блоктар, компьютерлер менің шетімде тұрған бір биткойн осы блоктар арқылы өтіп, досымның кошелегіне келіп түскенін көріп тұрады, және де соны растайды. Достар, осыдан 15-20 минут бұрын сізге түсініксіз болған ұғымдарды сіздерге түсіндіріп жеткізген болатынмын. Енді сізде әртүрлі сұрақтар пайда болуы мүмкін. Көп адамдардың ойына ең бірінші осы сұрақтар келеді. Ең бірінші сұрақ: криптовалютаны қайдан алсам болады? Биржадан немесе сіз сияқты сатқысы келіп жатқан кез келген адамнан, таныстардан, сонымен қоса онлайн обменниктардан алсаңыздар болады. Келесі сұрақ: криптовалютаның қанша түрі бар? Қазіргі уақытта криптовалютаның шамамен 3000-ға жуық түрі бар. Соның ішіндегі ең бірінші орындағы бәрімізге белгілі биткойн, одан кейін эфириум, қазіргі уақытта Binance биржасының монетасы BNB 3-ші орында. Қазір мен сіздерге CoinMarketCap сайтынан барлығын көрсететін боламын. Міне достар, бізде CoinMarketCap деген сайт бар. Осы сайт арқылы сіздер барлық криптовалютаның бағаларын және де биржалар жайында қажетті ақпараттарды алсаңыздар болады. Міне мына сайтты сақтап қойыңыздар. Осы сайтқа кіргеннен кейін төмен жақта мына жерде бізде криптовалюталар тұр. Ең бірінші орында мен айтып өткендей биткойн, одан кейін эфириум және де Binance Coin, BNB. Тезер бұл кәдімгі, қазір мен сіздерге барлығына ретірін тоқталатын боламын. Биткойн ең бірінші орында. Қазіргі бағасы $57,000. Соңғы уақытта осы 24 сағаттың ішінде 5%-ке дейін көтерілген.
графикасын қарайтын болсақ, қараңыздар, қазіргі уақытта бұл биткоиннің жалпы саны 21 миллион, одан артық. Бұл биткоин, бұдан артық бұл монета жаңадан пайда бола алмайды, бұл мүмкін емес нәрсе. Міне қараңыздар, мынау графигі, қазір барлық уақыттағы графигін көреміз. 2013 жылдан бері пайда болған, қараңыздар, $120 цент болып шыққан. 2017 жылы 13 долларға дейін көтерілді, 2018 жылы 2017 жылы 15 долларға дейін көтерілген. Қазіргі уақытта шамамен 50 мен 60 доллардың аралығында. Келесі бізде екінші орында тұрған монета эфириум. Эфириум қазіргі бағасы $4325. Осыдан 1,5 жыл бұрын осы менде өте көп эфириумды тапқан болатын, командамен құрастыру арқылы белгілі бір бизнесті. Ол кезде бұл эфириумның құны $120-150 болған. Қазіргі уақытта $4200. Қанша есе сізге доход берген қараңыздар. Егер де сіз осыдан 1,5 жыл бұрын осы монета сатылғанның өзінде 4000-ға дейін проценттер табыс көретін едіңіз. Мына жерде жалпылама графигін көрсетем, қараңыздар. Соңғы осы біздің 21 және 20 жылдары жетістіктер, өзгерістер болып жатыр. Барлық монета аспанға көтерілуде. Үшінші орында тұрған монета Binance Coin, BNB, бұл барлығымызға белгілі Binance биржасының монетасы. Осы монетаның соңғы 1 жылдағы өзгерісті бірге қарайтын боламыз. Осыдан 1 жыл бұрын, мына жерде қараңыздар, 2021 жылы, осы жылдың басында бұл монетаның құны $45 болатын. Қазіргі уақытта $622 дейін. Келесі бізде Tether. Tetherға мен ерекше тоқталып өтім келіп тұр. Бұл Tether дегеніміз біздің кәдімгі доллар бар ғой, доллар. Сол доллармен пара-пар құны сонымен бірдей болып тұратын доллардың электронды нұсқасы. Яғни бұл Tetherді сіздер ешқандай комиссиядан ақша жоғалтпас үшін қолдансаңыздар болады. Мен өзім Tetherді өте көп қолданатын боламын. Міне достар, криптовалютаның бірнеше түрлерін көрсеткен болатын. Өзіңізге қажетті кез келген валютаны осы CoinMarketCap арқылы зерттеп қарап шықсаңыздар болады. Енді біз өзімізге қажетті криптовалютаны таңдадық, оны өзімізге керек қолайлы жерден сатып алдық. Енді криптовалютаны қай жақта сақтаймыз? Криптовалютаны әртүрлі жерде сақтасаңыз болады. Соның бірі холодный кошелек, онлайн крипто кошелектер, Trust Wallet немесе MetaMask тағы да басқа түрлері бар. Немесе биржада. Қазіргі уақытта биржаның екі түрі бар. Біріншісі бұл орталықтандырылған, бәрімізге белгілі Binance биржасы, немесе орталықтандырылмаған децентрализованный финанс, яғни осы платформада ұстауға көшіп жатыр. Өте маңызды тоқталып өту керек тақырыптардың бірі бұл қауіпсіздік. Мүмкін естіген шығарсыздар, өте көп адамдар криптовалюта шыққалы, пайда болғалы бері кошелектарына өздерінің сатып алған монеталарын, биткоиндарын өмір бойға дейін ұмытқан. Не үшін? Өйткені ол өзінің қойған 12 сөзін ұмытып қалған. Сонымен қоса әртүрлі хаккерлер біреудің валютасын жеке шотындағы ақшасын ұрлап кетті, немесе бір жерге жіберген едім, бірақ ол басқа адресқа түсіп кетті деген әртүрлі оқиғаларды естіп жүрген шығарсыздар. Сондықтан да бұл криптовалюта нарығында қауіпсіздікке немқұрайлы қарауға болмайды. Қауіпсіздіктің қандай шаралары бар? Бірінші, сіз кошелек ашқан кезде сізге 12 сөз беріледі. Бұл 12 сөзді ешкімге көрсетпеңіз, және бұл сөздерді телефонда, компьютерде немесе басқа да планшеттерде сақтауға болмайды. Тек қана блокнотыңызға өзіңізге сенімді жерге жазып, және оның бір немесе екі нұсқасын сақтап бөлек қойып қойыңыз. Себебі бұл 12 сөзді ұмытатын болсаңыздар, ешқашан криптовалюталарыңызды орнына қоя алмайсыздар. Ол жайында мен видеоның басында айтып өткен болатынмын. Сонымен қоса, компьютерлеріңізді, телефондарыңызды әртүрлі сайттардан сақтаған жөн болады. Құрметті достар, бұл онлайн ақшаны иелену арқылы өте көп адамдар қалталы болғаны рас. Бай болудың жолы қандай? Бұл криптовалюта арқылы қалай ақша табуға болады? Қалай адамдардың барлығы бұл сфераға келіп, қысқа уақыттың ішінде оңай байып жатыр? Осы видеоны көріп отырсаңыз, және де бұл криптовалютаны зерттеп бастағаныңыздың ең басты себептерінің бірі осы деп ойлаймын. Яғни бұл сфера арқылы табыс табу, өзіңіздің қаржылық деңгейіңізді өсіру, сонымен қоса өмірлеріңізді жақсы жаққа қарай өзгертіп, үлкен табысқа жету. Криптовалюта нарығында табыс табудың бірнеше жолдары бар. Ең біріншісі бұл майнинг. Біз қазір майнингті қарастырмаймыз, себебі қазіргі уақытта криптовалюта әлемдік деңгейде, тіпті мемлекеттік деңгейде дамып жатыр. Қазір Қазақстанның өзінде үлкен фирмалар бар. Ол үшін бізге өте көп орын керек, энергетика керек. Ал бұл бизнесті енді бастап жатқан адамдар үшін бұл өте тиімсіз. Келесі, бізде криптовалютаны сатып алып, сақтап, оны белгілі бір уақытта өскен кезде сату.
Көп адамдар бұл сфераға келген кезде ойлайды, мен бір криптовалютаны немесе биткоинді сатып алдым, ертең сататын болсам, мен мультимиллионер боламын немесе мен бай болып кетемін деп. Жоқ, олай емес. Себебі бұл сіз ойлағандай оңай нәрсе емес. Белгілі бір монеталарды сатып алу үшін ол монетаның болашағы қандай және де қазіргі бағасы қандай, кезінде бағасы қандай болып, болашақта бұл сізге қандай табыс алып келуі мүмкін. Осының барлығын зерттеу керексіздер. Бірақ осы жерде беретін кеңесім, егер сіз бірінші рет криптовалютаға келіп жатсаңыз, онда өзіңіздің белгілі бір капиталыңызға биткоин немесе эфириум, BNB деген сияқты монеталарды сатып алып, сақтап қойсаңыздар болады. Әрине, бұны бүгін алып, ертең сатам деген оймен емес. Келесі бізде трейдинг. Трейдинг деген сөз сіздер үшін танысық нәрсе. Себебі бұл трейдинг тек қана криптовалюта емес, барлық салада қолданылады. Келесі табыс табудың жолы бұл стейкинг. Стейкинг бұл криптовалютадағы жаңа термин сөз, жаңа бағыттардың бірі. Яғни инвестиция. Белгілі бір уақытқа өзіңіздің ақшаңызды заморозка сақтап, осы үшін өзіңіздің дивидендтеріңізді алып отырасыздар. Менің YouTube каналыма өтетін болсаңыздар, стейкинг арқылы табыстауға болатын әртүрлі инструменттерді сіздерге көрсететін боламын. Келесі бізде өте маңызды пункттардың бірі команда құрастыру арқылы табыс табу. Мен өзім бұл сферада және де криптовалюта саласында MLM бизнеспен айналысамын. Яғни команда құрастыру. Өте үлкен табысты осы команда құрастыру арқылы тапқан болатынмын. Тіпті менің командама қосылған криптовалюта саласында, бизнес саласында ешқандай хабар жоқ адамдардың өзі осы бағыт бойынша команда құрастырып, маркетингпен табыс табуының арқасында үлкен жетістікке жеткен болатын. Келесі ең соңғы бағыттардың бірі бұл ақпаратпен бөлісу. Мүмкін осы уақытқа дейін естіген шығарсыздар. Бүкіл әлемді кім басқарады? Информацияны ең бірінші еститін адамдар, және информациямен бөлісетін адамдар. Үлкен ақша табу үшін, үлкен табыс табу үшін, жалпы бизнесте, жалпы өмірде жетістікке жету үшін сіздің пайдаңыз біреуге тию керек. Сондықтан да осы видеоны сіздерге қазақ тілінде түсінікті болсын деп осы видеоны жазып отырмын. Егер пайдалы болса лайк басыңыздар, және де осы информациямен бөлісіңіздер. Көп рахмет, сіздермен болған Мейірман Анди. Видеомен таныстарыңызға тез бөлісіңіздер. Каналға тіркелу, осы видеоға лайк басу деген сөзден басқа, осы видеоның астында менің каналым бар. Осы каналда криптовалютаға және де өзімнің айналысып отырған бизнесім жайында пайдалы ақпараттармен бөлісіп жатырмын. Көп рахмет, келесі кездескенше.